Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз сіздермен бір жасағаннан керемет күшті болып шығатын өте дәмді сметаник жасап үйренеміз. Ең алдымен ұнымызға разрахателімізді салып, араластырып аламыз. Одан кейін қант, сосын маргаринімізді салып, песочный тесто жасаймыз. Песочный тесто жасап болғаннан кейін жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді қамырымызды алып, видеодағыдай етіп, формамызға жаямыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік. Енді сметанамызға шекерімізді салып, араластырып, сосын бір-бірден жұмыртқамызды жарып саламыз. Сметанамыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Біркелкі болып араластыру керек. Дайын болған сметанамызды қамырға салып, құйып, қызып тұрған печкаға саламыз. 180 градусқа жарты сағатқа. Неке достар, біздің сметаникіміз дайын. Осылай кішкене жандары сарғаю керек. Видеодағыдай болып. Сметаникіміз дайын. Осындай болып шықты. Дәмі өте керемет. Шет-шеттерін осылай пышақпен кесіп, сосын барып аламыз. Аз болсын барлық.